Армысыз құрметті көрермен, Q-Sport арнасының тікелей эфирінде Қайрат командасының кездесуі Түркияның Белек қаласында оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатқан 2025 жылғы Қазақстан Премьер-лигасының чемпионы бүгін Ресейдің Орынбор командасымен бақ сынасатын болады. Осыдан бір апта бұрын ғана Қайрат оқу-жаттығу жиынындағы алғашқы ойынды өткізді. Пахтакор командасына қарсы және кездесу 1-1 есебімен тең аяқталды. Жалғыз голды алматылықтар сапында Александр Широбоков соққан еді. Бүгін енді екінші матч, командаға жаңадан қосылған футболшылар да негізгі құрамда бар. Солардың ойынына да бүгін баға беретін боламыз. Рафаэль Уразбахтин. Әрине Қайрат дем алған жоқ. Бір өкініштісі Чемпиондар лигасында өнер көрсетті. Қаңтар айында оның алдында да команданы қиын ойындар өткізді. Чемпиондар лигасында жаңа маусымға толыққанды дерлік команданы біз дайын деп мүлде айта алмаймыз. Ендеше қазір матч басталды. Қайрат Орынбор, Түркияның Белек қаласы. Аздап жаңбырда жауып тұр. Бұл енді ойынның өтуіне қаншалықты әсер ететінін алдағы уақытта бірге білетін боламыз. Қазір Орынбор командасы шабуылға шықты. Анарбеков 77 нөмірлі. Қазір әуелете берілген пас. Анарбековтың қақпасына бағытталған соққы қиыс кетті және сада. Қайраттың күнтізбесін атап өттік. Үшінші турда болжым жетісумен кездеседі. Ал төртінші турда біз ел классикасын тамашалаймыз. Орталық стадионда Уйшматаны іске қосты және өкшемен пас. Тұяқбаев Оксанен. Бұл жерде қазір бұрыштама. Азамат соққы. Өте жақсы соққы. Жақын бұрышқа бағытталған. Дегенмен Орынбордың қақпашы кездесу өткізеді. Рубинге қарсы. Ал қазір Оксанен. Ой, өкінішті құрметті көрермен. Оксанен бар жоғы 15 минутта 2 сары қағаз. Сонымен әуелете берілген пас. Солға пас. Және допты әуелете көтерді. Қақпаға бағытталған соққы. Эдмилсон. Сибалио соңғы апталда. Муринский жақсы қосылды. Әуелете берілген пас. Қазір соққы. Қазір биік кетті. Рикошет арқылы доп. Рикардиньо бар. Жылдамдату керек. Сибалиос. Жеткізді ақыры пасты. Рикардиньо. Луиш Мата. Матаның берген пасы және гол! Жоржиньо дұрыс соққы жасай алмады бұл жерде. Десе де рикошет арқылы доп қақпадан табылды. Қайрат есеп ашты, құрметті көрермен. Өте жақсы позициялық шабуыл ұйымдастырды. Сары қаралар сөйтіп есеп 1-0. Қазір қайталап көреміз. Рамазан Бағдат. Ортаға пас берді. Алыстан соққы. Мұхамедәлі Әбіш. Дегенмен доп қақпадан едәуірі қиыс кетті. 70 минут. Сонымен қақпа маңына пас. Бір қарағанда доп қақпаға еніп кете жаздады. Бойшаң футболшылардың барлығы осында. Және қақпашы тәуекелге барған жоқ. Қайтадан бір жақын аймаққа пас. Оған дейін мына жақта екі ойыншы қақтығысты. Сонымен сол қапталға берілген пас. Рикардиньо. Лев Кургин шабуылға араласып отыр және соққы. Рамазан Бағдат. Жақсы ырқына көндіріп алған еді, дегенмен Рамазан Бағдат. Бір гол керек Қайратқа. Рамазан Бағдат соққы.
Және бүгінгі жолдастық матч аяқталды. Құрметті көрермен, Түркияда оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатқан Қайрат командасының екінші ойыны Ресейдің Орынбор командасын 1-0 есебімен жеңді. Эмиль Цонев автогол соғып алды бүгінгі кездесуде. Жоржиньоның соққысынан кейін осылайша Қайрат әлі оқу-жаттығу жиындарында жеңілген жоқ.